Сәлем балалар, сіздермен бірге 3-ші сыныптың номер 103-ші сабақ. Сабақтарыңыздың тақырыбы негізгі және туынды сын есім. Бірінші жаттығу мәтінді тыңдайық. Мұраттың бастауы. Ойын алаңының арғы жағына кішкене жартастың түбінде бір топ құрақ өсіп тұрған. Бірде соның жанына барып демалып отырдық. Бұрын осы жерде бастау болған дейді атам. Әне, жер дымданып жатыр. Қазып көрсек қайтеді? Мүмкін су шығар, деді Мұрат. Оның сөзін ешкім өзінше күлкіге айналдырып жіберді. Мейлі, күле беріңдер деп Мұрат өкпелеп кетіп қалды. Біз қайтадан ойынға кіріскенбіз. Мұрат келе жатыр деп бір бала дауыстап жіберді. Жалт қарасақ, Мұрат келе жатыр екен. Қолында күрегі бар. Ол әлгі ойпаң жерді қазуға кірісті. 2-3 күрек бойы қазғанға су шығып, бүлкілдеп аға бастады. Бізде үн жоқ. Мұрат бізге күле қарап, бастаудың мөлдір суынан ішіңдер, деді. Біз бастау суын қос уыстай іліп алып, ішіп жатырмыз. Салқын су қандай тамаша десеңші. Мәтіннің авторы Нағашбек Қапылбековтан. Енді балалар мәтін бойынша сұрақтарға жауап берейік. Сұрақтар көрсетілген. Бірінші сұрақ. Балалар қай жерде ойнады? Балалар ойын алаңында ойнады. Келесі сұрақ. Балалар ойнаған алаңда бұрын не болған? Балалар ойнаған алаңда бұрын бастау болған. Мұрат бастауды қандай белгілерге қарап тапты? Мұрат жердің дымданып жатқанына және ойпаң келгеніне қарап тапты. Келесі сұрақ. 4-ші сұрақ. Мұраттың бастауды табуына оны қандай қасиеттері көмектесті? Оның алғырлығы, еңбекқорлығы, зеректік қасиеттері көмектесті. 5-ші сұрақ. Бұлақ суының адамға қандай пайдасы бар? Балалар, бұлақ суының құрамында минералдар өте көп. Және бұлақ суы адамның өкпесіне өте пайдалы. Мәтіндегі сын есімдерді табайық, балалар. Мәтіндегі сын есімдер кішкене, ойпаң, мөлдір және салқын. Келесі жаттығу, 2-ші жаттығу, мәтінді көркем жазамыз. Суы жер, нуы жер. Ну дегеніміз қалың тоғай. Тоғай іші көңілді. Деп әдемі етіп балалар дәптерімізге жазайық қазір. Міне балалар, біз әдемі етіп жаздық. Енді бізге тапсырмай туған қарамен жазылған сөздерді сөз құрамына тауда. Олар қай сөз табына жататынын анықтаймыз. Міне балалар, бұл жерде су, түбір, жұрнақ. Ну, түбір тағы да, жұрнақ. Көңіл, түбір, жұрнақ. Енді балалар, бұл сын есімдерді құрғақ, қалың деп сын есімдерді өзгешелігі неге деп ойлайсың? Енді ережемен танысайық. Сын есім негізгі және туынды болып екіге бөлінеді. Түбір сөзден болған сын есімді негізгі сын есім дейміз. Қалың, әдемі. Түбір сөзге жинақ жалғану арқылы жасалған сын есімді туынды сын есім дейді. Мысалы, өнерлі, саналы. Келесі 3-ші жаттығу берілген негізгі және туынды сын есімдерді салыстырып, олардың ұқсастығы мен айырмашылығын тап. Жаңа, көк, әдепті, сүтті, атақты, жүйрік және көктемгі. Балалар, бұны былай жазамыз. Міне, негізгі сын есімдер жаңа, көк, жүйрік. Туынды сын есімдер әдепті, сүтті, атақты және көктемгі. Келесі 4-ші жаттығу, оқы және не туралы айтылғанын анықта. Оның құлағы, құйрығы және жүні бар. Оның ұзын құлағы, қысқа құйрығы және жылы жүні бар. Жазда жүні сұр, ал қыста ақ болады. Мәтінде не туралы айтылғанын білуге қандай сөз табу көмектесті?
Міне балалар, мәтінде қоян туралы айтылған, мәтінде не туралы айтылған білуге сын есімдер көмектесті. Енді балалар, берілген етістіктерге ғыш, гіш, қыш, кіш жұрнақтарын жалғап, туынды етісін есімдерді жаса. Біл, жүз, тап, сез, байқа, сөйле, айт. Жасаған туындысын есімдердің қайсысы қоянды сипаттауға қолданасың? Балалар, бұл жердеміз міне білгіш, жүзгіш, тапқыш, сезгіш, байқағыш, сөйлегіш, айтқыш деп құрамыз. Енді балалар, бізге сіздерге жаңа айтып кеттім. Жасаған туындысын есімдердің қайсысын қоянды сипаттауға болады. Бұл жерде балалар сезгішті және ол байқағыш. Балалар, сау болыңдар. Келесі 104-ші сабақты көру үшін менің каналыма тіркеліп, подписаться батырмасын басыңыздар және лайк басып алыңыздар. Келесі сіздермен болған дайын үй жұмысы каналы.